Ассаламу алейкум, қазақтар. Екінші бөлім. Ал кейбір сұрап жатыр, неліктен жаулар халықты қазақ билікке қарсы айдап жатыр? Мына неге олар билік пен қоғам, қазақ қоғам арасында жек тудырады? Ол неліктен жасайды? Мен ойымша, мына олар бұл біздің қолбасшылығымыз әрқашан әлсіз тырысады. Әлсіз болуға үшін жасалып жатыр. Жасалып отыр. Біздің билікке не үшін? Біздің билікке Қазақстанға пайдасыз істерге мәжбүрлеу тырысады мына қазақтың жаулар. Ал егер билік одан бас тартса, жаулар қазақты төңкеріске шақырамыз деп қорқытады. Мінекей. Сондықтан біз өзіміз қазақ билікті қолдауымыз керек әрқашан. Бізді Ұлжанда отан сүйгіш патриот қазақ жастары өсіп келеді. Мынаны көріп отырсыз ғой да, сіздер қазақтар, мына Q Republic мынандай өте жақсы, мынандай майкамен киім киеді, мынандай Қазақ Республик 1465 жыл сайынс. Дұрыс. Бірақ ең жақсы, ең күшті патриотизм, мен қазір жастарға айтып отырмын. Мысалы, мына сіздің ағаңыз немесе құрдасыңыз төңкеріске алаңына барса, сіз оған айту керек. Сен қазақтарға жақсарту емес, сен жауға көмектесесің. Жаудың алаға шақырып жатқанын түсіндіруіңіз керек оларға. Сен жауға көмектесесің. Жау қазақтарға көтерілісшілерді батыр екеніне сендіргісі келеді. Ал біз, отан сүйгіш, оларға жаудың жетегінде жүргенін түсіндіруіміз керек. Адамдар менде жиі сұрайды. Ал біз не істей аламыз? Жаулардың ақшасы көп, мүмкіндігі көп. Ал біз қарапайым қазақ, біз не істей аламыз? Істей аламыз, жектер, істей аламыз. Жиі сұрайды менде. Мысалы, мына әрбір қазақ ғаламторды арқылы қазақтарды мына айту керек. Қазақ тілінде. Төңкеріс жасамау керек, алаңға шықпау керек қазір осындай қиын жағдайға. Бізде Қазақстанда оппозиция керек. Оппозициясыз ел дамымайды. Бірақ бізге нағыз отан сүйгіш патриоттық оппозиция керек. Бізге қалай біреулер айтады, мен оппозиция, еркін блогермен деп бір айтады ғой. Ол ішінде нағыз оппозиция емес деп ойлаймын. Шын мәнінде кейбіреулер олар мына осы кісілердің қазаққа, Қазақстанға зиянын тигізгісі келеді. Бізде Қазақстанда диктатура ешқашан болмайды. Қазақтар азаттық, еркіндік сүйгіш халық болғандықтан. Біздің қазақ ата-бабаларымыз ешкімнің құлы болған жоқ. Болған емес. Қазақтар. Біз киелі қазақ жерін берік ұстанып, қазақтың келешек ұрпағына жерімізді бүтін күйде қалдыруымыз керек. Әйтпесе, біздің мынандай аспаннан, жанаттан, көктен біздің ұлы ата-бабаларымыз бізді кешірмейді. Қазақтың жаулары өте айлакер, арамза. Ал біз қазақтар, біз өте ақ көңіл. Біз мынандай сенімдіміз халықпыз. Бірақ менің папам айтқан маған, балам, әркімнің сөзін тыңда, бірақ бәріне сенбе. Қазақтарға қазір бірігіп бөлінбеуіміз керек. Көрметті достар, мен сіздерге өз ойымды сізге дұрыс жеткізе алдым деп үміттенемін. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.